Балалар, бүгін біз өз ойынның сценарий дейтін тақырыпты өтеміз. Жалпы, сценарий дегеніміз не? Scratch бағдарламасында ойындар, жобалар, кейіпкерлерге анимация құруға болады. Кез келген жасайтын жобамыздың алдында біз оның сценарийін құрып алуымыз қажет. Мысалы, ашық сабақтар, кинолар, жобалар, барлық заттың бірінші не болатыны жайлы біз біліп алуымыз керек. Сценарий дегеніміз дәл сондай түсінікте негізі. Бүгінгі біздің сабағымызда біз директор блогынан тізім жасау батырмасын қолданып, мына жобаны жасауымыз қажет. Бұл жобаның идеясы былай. Мысалы, баста бір фон тұрады, кейіпкер бізден сұрайды. Біздің астанамыз қалай аталады деп сұрайды. Сол кезде мұндағы жерден жауап жазатын бөлік ашылады. Біз осы жерге жазамыз. Сосын бар ол мәліметті мына тізімге қосады. Және де келесі фонды ауыстырады. Мысалы, астананың фонына ауысады. Бұл қалай іске асып жатыр? Негізінен біз кейіпкерімізге қандай іс-әрекеттер береміз? Мысалы, жобада не орындатуымыз керек? Бұлардың барлығын орындау үшін бізге скриптілер көмектеседі. Мысалы, мына кодтардың барлығының жүзеге асыратын мына жасыл жалаушаны басқан кезде деген. Жасыл жалаушаны басқан кезде біздің бірінші фонымыз тұрады. Бастапқы фон тұрады. Және де бізден сұрайды. Біздің астанамыз қалай аталады деп сұрайды де, жауабын жазғанша бізді күтіп тұрады 2 секунд бойы. Одан кейін біз жауабымызды қабылдайды да, бірақ өзінің дұрыс жауабын айтады. Нұр-Сұлтан қаласы деп айтады. Және де біздің жазған жауабымызды тізім құрамына енгізеді. 0,5 секунд күтеді де фонды Нұр-Сұлтан қаласына ауыстырады. Жаңа Нұр-Сұлтан қаласының атауын өзі беріп жатыр ғой. Одан кейін барып, және бізден тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан деп сұрайды да, жауапты жазуға арналған батырма 2 секунд бойы шығады экранымызда, сахнамыздан, және де артынан өзінің дұрыс жауабын айтады. Алматы қаласында деп. Және біздің жіберген жаңағы жауабымызды ол тізімге қосып қояды. Не? Бұл әрекеттің барлығы былай жүзеге асады. Мысалы, басқан кезде біздің астанамыз қалай аталады? Мысалы, мен мұндағы жерге Нұр-Сұлтан дейін. Жіберемін, ол өзінікін айтады, менікін қабылдады, артынан Нұр-Сұлтан деп өзінікін жазды. Және менің жаңағы жазған ответімді, жауабымды тізім құрамына енгізіп қойды. Тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан дейді. Мысалы, мен дұрыс емес жауап жазсам да, мысалы, Көкшетау дейін. Көкшетау дейді де, өзінің дұрыс жауабын жазады. Осылай жүзеге асады, балалар. Бізде кейіпкерімізді қалай қостық? Бізге бастапқыда 3 фон қажет болды. Фонды қоюымыз үшін мына сақтамызға біз фонды таңдаңыз деген батырманы басқан кезде ол жасыл жанады. Сосын барып фонды жүктеу батырмасын басамыз. Біз алдын ала 3 суретті, яғни түс қағазымызды интернет браузерлерінен скачать етіп аламыз телефонымызға. Және де мынаны басқан кезде галерея арқылы ашу батырмасын басып, жаңағы бір рет шертіп, открыть деген батырманы басып, жаңағыдай ашып алсаңыздар болады. Одан кейін барып, жаңағы мына біздің кейіпкеріміз спрайт деп аталынады. Спрайтты таңдау үшін дәл солай. Өзіміз бірінші интернеттен, яғни Google, Chrome, Edge, тағда басқа браузерлерден картинки бөлімінен кіріп, белгілі бір суретті таңдап, скачать етіп аламыз, жүктеп аламыз. Одан кейін барып, жаңағы файл арқылы ашу батырмасын басамыз да, сосын, мысалы, менің суретім тұр, осыны бір рет шертіп, басу батырмасын басамын. Ол маған экраннан үлкен болып ашылды, өлшемін кішірейтіп аламын. 20 болды. Кішірейді. Енді маған спрайтын дәл осылай қою маған ыңғайсыз болғандықтан, костюмдер бөліміне өтіп, артық жерлерін өшіргішпен өшіремін. Өшіргіш батырмасы бар, өшіргішпен өшіремін. Суретімді, яғни кейіпкерімнің суретін осылай өңдеп аламын, оқушылар. Сіздерде осылай өңдеп алуларыңызға болады, және де кейіпкерімізді, түс қағазымызды орнатып, мына жобалық жұмысты жасаймыз, оқушылар. Міне осылай басамыз, артық жерлерін барлығын өшіреміз де жобамызды өңдейміз.
мысалы қараңыздар, жаңа аппақ болып шет-шетін барлығы тұрған бізге ыңғайсыз еді. Мына фонда тұрғандай етіп, мына артық жерлерін барлығын өшіресіздер. Мен жойып ала салайын, себебі алдыңа жасап қойған спрайтым бар. Өшіре салайын. Сіздерге тапсырма, дәл осы тапсырманы телефондарыңыздан орындап көріңіздер. Және де қай жерге келдіңіздер? Түсқағазды орнаттық па, орнатқызсаңыздар, соны скриндап жіберіңіздер. Кейіпкерді орнатсаңыздар, кейіпкерді орнатқандарыңызды скриндап жіберіңіздер. Тапсырма түсінікті ғой, оқушылар? WhatsApp топтарыңыздың описаниясына кіресіздер. Описаниясына мен Scratch бағдарламасының сілтемесін қойып қойған. Осыны бір рет шертесіздер де жасау деген батырманы басасыздар. Міне жасау деген батырманы басасыздар да телефонмен ашыла береді бұның барлығы. Сосын барып экрандарыңызды мына көк жақ тұр ғой, сол жақпен саусақтарыңызды екі шетінен жылжыта отырып экрандарыңызды кішірейтіп аласыздар да жұмыс жасайсыздар.